Армысыздар, құрметті тыңдарман қауым. Бүгінгі баяндайтын баяндамам ұлы мақсат ой-сана жаттығуы болмақ. Қымбатты тыңдарман, ұлы мақсаттың қалай және неге орындау керектігін айтпас бұрын, ұлы мақсаттың не үшін қажет екенін түсіндіруім керек. Біз үшін, ой-сана бапкерлері үшін ұлы мақсат, миссия, интеллектуалды оқыту арқылы адамзаттың өзін-өзі жоюдан құтқару, табиғаттың жойылуын тоқтату. Біздің ұлы мақсатты оқыған соң, қарапайым адам, менің адамзатты құтқару үшін уақыт пен күшім жоқ. Менің мәселелерім мен міндеттерімді шешуге, несие алуға, үй салуыма, ағаш отырғызуыма, балаларды тәрбиелеуге, қаржылай еркін және сәтті адамға айналу маңыздырақ. Содан кейін ғана мен адамзаттың өзін-өзі жойдан құтқара аламын деуі әбден мүмкін. Бірақ өмірдің ақиқаты мынада. Сіз тез ақша табу үшін қаржылық еркіндікке, үйлесім мен бақытқа қол жеткізу үшін сізге ұлы мақсат қажет. Біз сіз үшін ұлы мақсаттың не себепті маңызды екендігінің 3 себебін талдаймыз. Бірінші себеп, ұлы мақсат өмірді өзгертуге қабілеттілікті арттырады. Екінші, ұлы мақсат сізге ұлы уәждеме, ұлы күш, ұлы энергия береді. Үшінші, ұлы мақсат өмірдің маңызды мәндерінің бірі. Енді біз осы 3 себептердің әрқайсысын егжей-тегжейлі талдаймыз. Біріншісі, өмірді өзгертуге қабілеттілік. Әр таң сайын сіз оянып, тағдырдың шаршы алаңына шығасыз. Бұл шаршы алаңда ең жақсы үйлер, автокөліктер, ең жақсы курорттар, үздік ауруханалар, балалар мен немерелерге арналған үздік университеттер үшін күнделікті жарыстар болады. Әр күні таңертең барлық белсенді, өршіл адамзат тағдырдың бұл шаршы алаңына келеді. Интернеттің арқасында қашықтық жоқ. Таңертең оянып, сіз бүкіл әлеммен, қытайлармен, еврейлермен, француздармен, американдықтармен, немістермен, жапондықтармен, тіпті бүкіл әлеммен шынымен жарысасыз. Экологиялық таза жерлерде орналасқан әдемі үйлер үшін ақша барлығына жеткіліксіз. Сондықтан сіздің міндеттеріңіздің бірі сіздің әріптестеріңізге қарағанда бәсекеге қабілетті, ақылды, жігерлі, күшті болу. Жеңіске жету үшін сіз өзіңіздің әріптестеріңізге қарағанда тиімді педагогикалық техниканы, жаттығуларды, әдістерді қолдануыңыз қажет. Ұлы мақсат ең күшті жаттығу. Оның қалай жұмыс істейтінін түсіндірейін. Ойша, жеңіл ұшақпен биіктікке көтеріле отырып, жоғарыдан қарап тұрып, адамдар нүктелер сияқты болғанын көресіз. Әр нүктенің өз күштерінің векторы бар. Осы векторларды қызыл көрсеткіштер ретінде елестетіп көрейік. Егер адамдар бірдей ынта-жігер мен билік деңгейіне ие болса, онда олардың бірде-біреуі алға баса алмайды. Күш векторы сіздің мақсатыңызды анықтайды. Сіздің барлық әріптестеріңіз ақша, әдемі үйлер, курорттар мен университеттерді өз балаларына қалайды. Бұл керемет. Бай болу. Тамаша. Керемет. Байлық ол қаржылық еркіндік. Бірақ бәрі бірдей нәрсені қалайды. Қорытынды жасайық. Әріптестердің барлығының мақсаттары бірдей. Ал мақсаттар энергия көздері. Сіздің мақсатыңыз қаншалықты көп болса, соғұрлым сізде көп энергия болады. Соғұрлым вектор күштірек болады. Рим империясының ұлы соңғы императоры
философ Маркус Аверлиус адам қам жеген ісінің құны қаншалықты болса, адам құны да соншалықты деді. Барлығының мақсаттары бірдей. Үйлер, машиналар, ақша. Демек, барлығының құны да бірдей. Маңызды үйреншікті мақсаттарға қоса, ұлы мақсатты көздеңізші. Сіздің дамуыңыз, өсуіңіз тек қана ақша табуға және мүмкіндігінше көп тауарды сатып алу үшін ғана емес, сонымен қатар балаларыңыз және немерелеріңіздің болашағын сақтап қалу үшін, адамзаттың өзін-өзі бұзудан құтқару үшін де керек екенін өзіңізге түсіндіріңіз. Ондырыңыз. Сіздің ақылыңыз сізге қарсы шығып, мен табиғаттың жойылуын қалай тоқтата аламын? Мен өркениеттің үлкен механизмінде кішігірім бұрандамын, яғни құралмын. Мен тарих жолындағы құм ұнтағы ғанамын. Бұл олай емес деуі мүмкін. Махатма Ганди: егер сіз әлемді жақсартқыңыз келсе, сол жақсының өзі бол деген еді. Адамзат болашағы үшін жауапты бола отырып, сіз планетада кезекшілік жасай отырып, мен табиғаттың жойылуын интеллект жаттығуларды жасау арқылы тоқтату үшін күнде оянамын деген ойларыңызды армандар баннеріне жазсаңыз, сонда ғана сіз әлде қайда күшті боласыз. Сіздің әріптестеріңізге қарағанда энергетикалық және әріптестік жағынан артықшылығыңыз болады. Бұл тез ақша табуға, әдемі үй сатып алуға, автокөлік сатып алуға және қаржылық еркіндікке қол жеткізуге мүмкіндік береді. Күн сайын Мұхаммед Әлидің өзіне қайталаған сөздерін есіңізге сақтаңыз. Мен чемпион, мен ұлы, мен ең ұлымын. Әріптестеріңізден озу үшін сіздің мақсаттарыңызға қосымша мен ұлымын, мен планетадағы кезекшімін, біздің өркениетіміздің болашағы менің дамуыма байланысты деген ұлы мақсатты алыңыз. Өмірдің ақиқаты бұл үлкен сөздер емес, өзін өзі алдау емес. Біз дарынды болып дүниеге келдік. Біз Құдайға ұқсастықта туындадық. Бірақ постиндустриялық білім беру жүйесі бізді кішкентай болмашы адамдарға айналдыру үшін бәрін жасады. Біздің қоршаған орта, ата-анамыз, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері балалық шағымыздан бері бізді кішкентай жалған мақсаттарға шабыттандырды. Сіздің мақсатыңыз мектепті аяқтау, сіздің мақсатыңыз университетті бітіру, сіздің мақсатыңыз ақша табу, отбасын құру, үй салу, ағаш отырғызу. Бұл маңызды, әдемі мақсаттар, бірақ олар адамдар үшін кішкентай, жеткіліксіз. Егер мақсаттарыңыздың иерархиясын елестетсеңіз, онда Құдайға ұқсастықта туындаған шексіз әлеуеті бар адам өзін ақшадан, үйден және автомобильден төмен қояды. Ақшадан өзін төмен ұстау арқылы адам ақшаға құл болып кетеді. Тіпті ақша оған кіммен қайда баратыны, кімге үйлену керектігін айтады. Музыкант, дизайнер, қаржыгер, құрылысшы, ғалым, оқытушы, кім болып туғаныңыз маңызды емес. Бірден түсіну қажет. Материалдық байлық пен рухани байлыққа қол жеткізу арасында қарама қайшылық жоқ. Жаңа үй сатып алу мен адамзаттың өзін өзі жоюдан құтқару арасында қайшылықтар жоқ. Керісінше, ұлы мақсат сізді өмір сүруге қабілетті етеді. Әлемнің қазынасы үшін басты мақсат, ұлы мақсат, ұлы спортшылар, бизнесмендер, ғалымдар, саясаткерлер, суретшілер мен музыканттардың табысының басты құпиясы екенін түсінгенде сіз бірден сіздің әріптестеріңізден әлде қайда жоғары болып шығасыз. Ұлы мақсаттың маңыздылығының екінші себебі. Ұлы мақсат, ұлы энергия, ұлы уәждеме, ұлы күш. Сіздің мақсатыңыз
түнгі жарқын өмір мұхитындағы шамшырақ емес. Сіздің мақсатыңыз сіздің тағдырыңыздың кемесін басқаратын нақты координатор ғана емес. Сіздің мақсатыңыз энергия көзі. Сіздің мақсатыңыз қаншалықты көбірек болса, соншалықты сізде көп энергия болады. Никола Тесла өміріне қарап көріңіздерші. Ол 1,5 мыңнан аса өз уақытынан озық өнер табыстарды, патенттерді құрды. Куәгерлердің айтуынша, Никола Тесла зор қуатқа, рух күшіне ие болған екен. Ол осы энергияны қайдан алды? Әрине, әдеттегі мақсаттарға емес. Ақша үнемдеуге, үй сатып алуға, автокөлік сатып алуға, несиені өтеуге. Никола Тесла әлемді жақсырақ, мейірімді және жарқынырақ етіп жасауды армандады. Дәл осы ұлы мақсат Никола Теслаға энергияны үлкен мөлшерде, басқа әріптестеріне қарағанда артықшылықты, тарихта жарқын белгі қалдыруға мүмкіндік берді. Өзіңізге сұрақ қойыңызшы. Мартин Лютер Кинг, Теодор Рузвельт, Мұхаммед Әли, Луи Армстронг, Авраам Линкольн күшті қайдан алды? Барлық осы алыптар, тарихи батырлар жаңа өнімдерді сатып алу немесе ақшамен жігерленген жоқ. Олардың әрқайсысы әлемді жақсы орынға айналдыруды армандады. Әрбір кейіпкерді адамдарға көмектесу ниеті тарихқа белгі қалдыру жетеледі. Оларды алдыға қарай ұлы мақсаттар жетеледі. Мақсатыңыз неғұрлым көп болса, соғұрлым көбірек қуат аласыз. Мақсат бұл өмірдегі негізгі энергия көзі. Медицинадан бір мысал келтірейін. Қарт әйел жан сақтау бөлімінде хал үстінде жатады. Дәрігерлер оның өмір сүруіне бірнеше сағат қалғанын түсінді. Бірақ кенеттен ол өзінің ұлы мен келінінің көлік апатынан қайтыс болғанын біледі. Оның 2 кішкентай немерелері қалған еді. Олар да осы әлемде сол әйелден басқа ешкім жоқ еді. Дәрігерлер қайран қалды. Хал үстінде жатқан қартайған әйел төсектен тұрып, ауруханадан жігерлі жүріспен немерелерін бағуға шығып кете барды. Ол әйел тағы 15 жыл өмір сүрді. Құрметті тыңдарман, өзіңізге сұрақ қойыңызшы. Бұл таңғажайып оқиға неге орын алды? Дұрыс, ол әйелде ұлы мақсат пайда болды. Өз немерелерін өсіріп жетілдіру. Егер ол басқа адамдар сияқты оның мақсаты өліміне дейін көп ақша табу немесе жаңа автомобиль сатып алу болса, онда бұл мақсат оған сонша қуат пен энергия бермеген болар еді. Ұлы мақсат сіздің өмір сүруге қабілеттілігіңізді арттырады. Жоғары мақсаттың маңыздылығының үшінші себебі өмірдің маңызды мәніне ие болу. Өміріңіздің негізгі мәнін табу. Эйнштейн айтқандай, өзіңе арналған өмірдің ешқандай мәні жоқ. Сократ айтқандай, өзіңді таны, сол кезде сен әлемді және Құдайды танисың. Көптеген адамдар күйзеліс, апатия, невроздар, ішімдіктен, нашақорлықтан зардап шегеді. Өйткені оларда өмір мәнісі жоқ. Біз дүниеге келгенде, өсе келе өмір бойы, әр кезеңде біз өмірдің әртүрлі мәнісіне ие боламыз. Біз өте кішкентай болғанда, өмірдің мағынасы біз үшін ананың ыстық және мейірімді алақаны, омырауын ему, тамақтану, жылыну, мүмкіндігінше көп мейірім мен өбіс алу. Содан кейін біз өскен сайын бізде жаңа мақсаттар пайда болды. Қызықты ойыншықтар, достар. Жасөспірім кезде бізде мүлде басқа мақсаттар болды. Өз балаларымыз дүниеге келгенде бізде жаңа мақсаттар болды. Балаларды тәрбиелеу, оларға қамқорлық жасау, өмір бойы өмірімізде жаңа мақсаттар туындай береді. Бірақ біз өсіп келе жатқанда біздің қоршаған орта, ата-аналар, жарнаманың шексіз ағындары бізді жалған мақсаттарға шабыттандырды. Сұр, келбетсіз қоғам
біздің мақсатымыз көп ақша, автокөліктер, үйлер деп сендірді. Тағы да атап өткім келеді, қымбатты тыңдарман. Бай болу жақсы, бұл қаржылық еркіндік, бірақ бұл мақсат емес. Өмірдің мәні болуы мүмкін емес. Ақша, үйлер мен автокөліктер үшін өмір сүру көңілсіз, қарабайыр. Мұндай өмір депрессия, невроз, психоз, апатия тудырады. Ұлы ғалым Виктор Франкл өз өмірін ішімдікке салыну, күйзеліс, нашақорлықтың нақты себептерін зерттеуге арнады. Зерттеудің нәтижесі 87% ішімдікке салынған адамдар оның зиянын білмегендіктен емес, олар ішімдіктің зиянды екенін ішпейтін адамдарға қарағанда әлде қайда жақсы біледі. Тек олардың ішу себебі өмір мәнісінің болмауы. Адамдардың 95% өмір мәнісі болмағандықтан ғана нашақорлыққа салынады. 85% өмір мәнісі болмағандықтан күйзеліс, невроз, психоздан зардап шегеді. Эйнштейн айтқандай, өзіңе арналған өмірдің ешқандай мәні жоқ. Ұлы мақсат жаттығуы ересектерге арналған ең мықты технологиялық әдіс болып табылады. Егер біз көптеген жаттықтырушылар, мұғалімдер, шеберлер, коучтар уақытын, ақша мен күш-жігерін қайда жұмсайтынын білгіміз келсе, онда көпшілігі уақытты үнемдеуге, келіссөздер жүргізу жолдарына, табысқа жету жолдарына, әріптестерін қалай құтқаруға үйретеді. Егер тренингтер, семинарлар мен мастер-класстардың атауын қарасаңыз, олардың 95% сізге бірдеңе істеу керек екенін айтады. Бірақ қайда баратынымызды, неліктен өмір сүріп жатқанымызды, өмірдің мәні қандай екенін түсіну өте маңызды. Ұлы мақсат жаттығулары жеңімпаздар деп аталатын біздің студенттерге өмірдің мағынасын табу, олардың тағдырын, жердегі миссиясын түсінуге көмектеседі. Сократ айтқандай, өзіңді таны, сол кезде сен әлемді және Құдайды танисың. Ұлы мақсат жаттығуын қалай орындау керек? Әр аптаның 7 күннің бірінде интеллект тренерлер мен студенттер назарын аударып, ұлы адамға айналып, өздерін жоғарыдан қадағалап, өздеріне мынадай маңызды сұрақтарды қояды. Менің миссиям қандай? Менің өмірімнің мәні неде? Менен кейін не болады? Тарихта қандай із қалдырмақпын? Әрбір интеллект жаттықтырушы және студент біздің ортақ ұлы мақсатымыздың маңыздылығын, табиғаттың жойылуын тоқтату, балаларымыздың және немерелеріміздің болашағының жойылуын тоқтату үшін интеллект жаттығулар арқылы түсіндіреді. Біздің ортақ, мейірімді, ең маңызды ұлы мақсатымыз әртүрлі елдерде өмір сүретін адамдарды түрлі ұлтымен, түсімен, түрлі тілде сөйлейтін, түрлі құдайларға сенетін адамдарды біріктіреді. Біздің ортақ үйімізді жоюдан құтқару, ақшаға, үйлерге, машиналарға және басқа да тауарларға қарағанда неғұрлым асыл және маңызды емес пе? Біздің ұлы мақсатымыз интеллект жаттығулары арқылы біздің үйімізді құтқару. Бұл бізге зор, ұлы энергияны, сенімділікті, ұлы күшті береді. Біздің ұлы мақсатымыз болмаса, адам кішкентай, сұр, өңсіз болып қалады. Ол осы дүниеге солай келгендіктен емес, оны ұлы мақсаты жоқ, кішкентай, сұр тәрбиешілер тәрбиелегендіктен. Адам өз ұлы мақсатын эссе түрінде жазбайынша өмірді бекерге өткізеді. Бірақ адам түсінген кезде бүкіл жүрегімен ұлы мақсатты қабылдағанда үлкен, жаңа, жарқын, талантты, сүйкімді, күшті тұлға пайда болады. Жер бетіндегі адамдардың 98% данышман болып туылады. Бірақ өкінішке орай, жас адам өзінің шынайы деңгейін,
оның ұлы қабілеттілігін, өзінің ұлы күшін көре алатын әлемде шынайы және тегіс айна қалмады. Барлық тегіс шынайы айналар бұзылған. Бүгінде жер бетінде бір шеберлер бар. Олар тек кішкентай, әлсіз және маңызды емес екенін көре алатын қисық айналарды ғана жасай алады. Қымбатты тыңдарман, елестетіп көріңізші, алып, дәу, шексіз әлеуеті бар батыр қисық айнаға жақындап, өзін кішігірім, әлсіз мүсәпір етіп көреді. Осылайша ұлы мақсатымыз адамның жеке деңгейін көрсететін тегіс үлкен айна. Маған тегіс шынайы айналар идеясын дәл көрсететін бір көне аңыз ұнайды. Бір күні арыстанның ұрғашысы өз баласын жоғалтып алады. Кішкентай арыстан бір атар қойлардың арасына қосылып кетеді. Ол солармен бірге өсіп, қашып, қорқатын болатын. Ол маңырағанды, қорқыныштан дірілдегенді үйренді. Уақыт өте келе ол үлкен, жас, күшті арыстанға айналды. Бір күні қарт арыстан қызық көріністі байқады. Үлкен, күшті, жас арыстан құйрығы жымқырылып, бір отар қоймен бірге қаша бастайды. Жас арыстанды қуып жетіп, қарт арыстан оған: "Сен қалайша біздің патшалық тұқымымызды масқаралап, қойша маңырап тұрсың? Қане, ақыр!" деген кезінде жас арыстан одан қатты қорқып кетіп, қаттырақ маңырап кетеді. Қарт арыстан ашуланып, ақырынып жас арыстанға: "Арыстанша ақыр, әйтпесе мен сені талап тастаймын" деп айқайлайды. Бірақ жауабына жас арыстан одан әрі қойша маңырайды. Сонда қарт арыстан таза, тынық көлдің жағасына жас арыстанды алып келеді. Көл бір тегіс айнаға айналады. Жас арыстан өзінің бейнесін суда көргенде, сол сәтте хайуандардың жас патшасының дамуының ақыры естіледі. Ұлы мақсат, құрметті тыңдарман, сіз патшаны, ханшайымды көретін тегіс айқын көл. Тек ұлы мақсаттар ғана сізді дарыныңызды, әлеуетіңізді толығымен ашуға мүмкіндік береді. Әр қайсымызда туылғаннан бастап үлкен, алып, ұлы күшті, ұлы данышпан өмір сүреді. Бірақ егер адам ұлы мақсаты болмаса, онда бұл алып адам біздің денемізде өмір бойы ұйықтап оянбайды. Біріккен ұлттар ұйымы мәліметтері бойынша планетаның ересек тұрғындарының 76% өмірдің мағынасын, өздерінің тіректерін жоғалтты. Біз, интеллект тренерлер, осы жоғалған мағынасын қайтару үшін қолымыздан келгеннің бәрін жасаймыз. Және бұл адамдар үшін ұлы мақсатқа жету. Бұл студенттерге өздерін табудың тиімді әдісі. Лао Цзи айтқандай, кім басқаларды жеңсе, ол күшті, ал өзін жеңіп шыққан адам 100 есе күшті. Мәтінді оқыған кәсіби медиатор Үсіпбай Нұрбол Молдақұлұлы. 26 тамыз 2022 жыл.